Сапар үйленеді деген жаңалық ормандағы өртті қаулап, ауыл арасына тез тарады. Бұл сүйінші хабарға әсіресе Сапардың қос қарындасы Ақылия мен Балзия жүрегі жарыла қуанды. Сапардың алғаш алған әйелі Дананы аты жаман ауру меңдеп, күресе алмаған күйі 3 баланы шеттей жетім қалдырып, о дүниеге аттанып кеткен еді. Араға жылдар салып Сапар Шырай есімді келіншекпен танысады. Бұрын есік көрген әйел ер адамның бабын қалай тауып, көңілінен шығуды жақсы білетін. Бірнеше рет кездесіп жүріп Сапар Шырайды ержетіп қалған екі ұлымен бірге аламын деген шешімге келді. Екеуі бір-бірінің алғашқы некеден туған балаларын өгейіспей, бөліп жармай өз баламмен тең көремін деп уәделесіп, барлығы бірге тұратын болып келісті. Боларының болатысы қызық той бір күнде өте шықты. Шырай Ерзат мен Нұрзатын алып Сапардың үйіне көшіп келді. Үйге кірген бетте бірден көзге түсетін төрде ілулі тұрған Дананың портреті Шырайдың жүрегін бір зырқ еткізді. Бірінші әйелін әлі ұмыта алмағаныма деген арам ой сумаң етіп, суретті алғызып тастағысы келіп тұрды да, қайтыс болған адамнан қызғанудың жөні жоқ шығар деп сабырға келді. Келе сала заттарын жайғастырып, үйді мұнтаздай етіп тазалады. Тойдан кейін келімді-кетімді кісі көп болды. Шырай бар тәттісін сол қонақтарының алдына тосып, дастарханын жайнатып, Сапардың қас-қабағын бағумен болды. Ақ көкелеп алдына түсіп, құрақ ұшып жүгіріп жүрген жаңа келін, кіші қызының қолында тұратын қайынатасының да, қос қайын сіңлісінің де, бүкіл туған туыстың да көңілінен шықты. Киімнің мойын ойығы омырауына дейін түсіп тұратын, сырт келбетіне көп көңіл бөлетін аққұбаша келген ажарлы әйел, ауылдағы сүр бойдақтардың да аузының суын құртатын. Той болатын уақытқа жоспарланған еңбек демалыс аяқталып, Сапар қалаға 15 күндік жұмысына кетті. Шырай өзінің екі ұлы Ерзат, Нұрзатқа және Сапардың 3 баласы Ақгүл, Ықылас, Шахназға бас көз болып үйде қалды. Ағасы жоқта жаңа түскен жас жеңгесін жалғызсыратпайын деп, Ақылия 2 баласын ертіп, қонақ болып келді. Шырай қайынсіңлісі мен жиендерін құшақ жая қарсы алды. Өзі шебер дайындайтын шашпа палауын жасап, тәтті-пәтті әкелуге дүкенге жүгірді. Мол қылып сүтін қатып, қоюлатып шай ішіп, жеңгелі, қайынсіңлі дастархан басында сырласып ұзақ отырды. Жылы ұшыраған жеңгесіне Ақылия бар сырын бүкпесіз ашып айтты. Кеш қарайып, үйіне кетуге жиналған Ақылияға Шырай қонып кет деп қол қалады. Орталарына жаңадан қосылған Шырайды жақсы көретін жиендер де, «Иә, қонайықшы» деп шу ете түсті. Әкелерің ұрсады ғой деген Ақылия балалардың көңілін қимай, оларды бір көнген нағашысының үйіне қалдырып, өзі үйіне қайтты. Ертесіне үйіне оралған Ақылияның балалары, «Анашым, Шырай әпке керемет кісі екен, тек өзінің балаларына ұрсады. Ықыластарды қатты жақсы көреді. Шахназ екеуі шулап ойнап жүрсе де ұрыспай, жаным деп еркелетеді. Ал Ерзат пен Нұрзатты ұрып тастайды» деп, балалық балаң көңілмен көрген, білгенін айтып келді. Бұл сөз Ақылияны ойландырып тастады. Жұмыс күні аяқталып Сапар үйіне 15 күнге демалысқа келгенде, Ақылия оларды қонаққа шақырды. Жаңа басталған жұбайлық өмірінің қызықтарын айтып отырған Сапар, Шырайге де мені көргенде қобалжып кете ме, әйтеуір 2 жұмыртқа қуырса бір уыс тұз салып береді. Ішінде жұмыртқасы қайсы, тұзы қайсы, ажырата алмай қаласың деп күлді. Оның үстіне өзіне айтсаң бұртиып ренжитін қайтерсің. Сонда көңілімнен шықпаған нәрсені айтпай жүре беруім керек пе? Сенде әйел затысың ғой, өзің айтшы Ақылия. Ұсақ түйекті сөз қылып қайтесіз аға, жеңгем байқамай тұзды көп салса сізге деген махаббаты шығар. Осылай Сапар жұмысқа кеткен сайын Ақылия мен Балзия Шырайға кезек-кезек барып, бірде оны өздері қонаққа шақырып, сырлас, мұңдас болып жүрді. Бұл кезде Сапар жұмысқа шықпай, балалардың тәрбиесімен айналысып үйде отырған Шырайға ермек болсын әрі бір тиынды екеу қылсақ артық етпес деп, үйінің жанынан азық-түлік дүкенін ашып берген еді. Дүкенді 1 жасқа жетіп қалған екеуінің ортақ баласы Жаннұрдың есімімен атады. Сапар ауылға келгенде дүкенге керек жарағын өзі алып келеді.
Ол қалаға жұмысқа кеткен кезде Шырай жанына ықыласпен Шахназ ертіп, дүкенде таусылған азық-түлікті базардан үшеу таситын. Бір күні Шырай Ақлияның үйіне келді. Өңі солғын. Жаман хабар әкелген адамдай тұнжырап тұр. Ақлия не ойларын білмей, аяғын жылдан басып, шайды отқа қойып, мән-жайды білмекке асықты. Азар болса ағам ренжіткен болар деген ойға келді. Бұрында әңгіме арасында Шырай ыстық суығымыз басылып қалғандай. Қатты ашуланса, ағаң мені ұрып тіпті теуіп тастаған кезде болды. Бірақ бәрібір менен теріс айналған емес. Қайта кешірім сұрап, түк болмағандай татуласып аламыз деп күліп отырып айтатын. Ақлия түстенуге келген күйеуін жұмысына жөнелтіп Шырайды әңгімеге тартты. Ой, Еркежан, саған қалай айтарымда, неден бастарымды да білмей отырмын, деді Шырай. Ерзат пен Нұрзат қалаға оқуға кеткен соң дүкенге азық-түлік алуға ықыласпен Шахназды ертіп кетуші едім ғой. Алған тауарларында көтерсетін күштері болмаса да, балалар тірлікке ертерек араласа берсін. Бар-жоқтың не екенін біліп, ақшаның оңай келмейтінін ұғып өссін деген ойым еді. Оларға оң тәрбие берем деп жүріп, өзімнің басым бәлеге қалады деп ойладым ба? Қысқасы, сауда орталықтарына, базарға барған сайын ықылас ұрлық жасайтынын байқадым. Бір емес, бірнеше рет ұстап алдым. Ұрлығыңды қой, әкеңе айтамын деп қорқытып та көрдім. Ұрысып та, жай айдып та байқадым. Нәтиже шығар емес. Не істесем болады? Бір нәрсе ұрлайтындай мен оларды ештеңеден тарықтырып жатқан жоқпын ғой. Не ішем, не жеймін десе де дүкенде тұр. Қалағандарын алады. Туған шешесінің қолының сұғанағы болған деп естуші едім. Қаны жібермейді екен. Әкесіне айтып жағдайды ушықтырмай тұрып, алдымен өзіңмен ақылдасайын дедім. Ақлия ағасының баласы туралы мұндай әңгіме естимін деп ойламаған. Отырған орнында қалшиды да қалды. Тіпті не дерімді білмеймін. Әкесіне айтпағаның дұрыс болған. Жасөспірім кезге енді жетіп қалды. Ағам қандай жаза қолданарын кім білсін. Ықылас өзіне бірдеңе істеп қойып жүрмесін. Сізде қыспаққа алмай қоя тұрыңыз. Асықпай ойланып ақылдасып шешейік, дейді Ақлия аздап өз-өзіне келген соң. Бір күні Ықылас Ақлияның үйіне алқынып жүгіріп жетіп келді. Білегінен қан тамшылап тұр екен. Ақлия бірден тамырын кеспек болған ғой деп ойлап, жанұшыра жанына жүгіріп барды. Қолын байлайтын дәкестеп сасқаннан біресе ары, біресе бері жүгіріп жүр. Баласы үйден бір мата тауып алып келді. Ықыластың қолын таңып болғаннан кейін ғана Ақлия өз-өзін сабырға шақырды. Білгісі келіп бара жатса да баланы алқымынан алмай, не болды деп сұрамады. Байыппен отырып, шайын берді. Ішіне ел қонған соң әңгімені Ықыластың өзі бастады. Әпке, мен енді ол үйде тұра алмаймын. Сіздермен бірге тұрсам болады ма? Әрине болады, бірақ неге? Анау Шырай деген менің қолымда пышақпен кесем деп қорқытты. Бүгін қатты ашуланып кесе алмайсыз деп едім, міне тіліп тастады. Ол айтқанын тыңдайтын Ақгүлді ғана ұрмайды. Оған тек ұрысады. Ал Шахназ әлі кішкентай ғой. Кейде не айтқанын ұмытып кетеді. Сондай кезде оңдырмай сабайды. Қарындасымды қорғаймын деп мен де таяқ жеймін. Екеумізді даладағы әжетханаға қамап қояды. Бір күн бойы шай тамақ бермейді. Әкем үйде болған 15 күн ғана өмір. Ол кезде ана жалмауыз кемпір өзгеріп кетеді. Бізді өтірік құшақтап, сүйіп еркелетеді. Әкеміз жұмысқа кеткеннен бастап үйіміз түрмеге айналады. Ешкім артық сөйлемейді, күлмейді. Тіпті диванға да отырғызбай, бетіне пакет төсеп қояды. Біз кірмесін деп барлық бөлменің есігін кілттеп тастайды. 6 бөлмелі үйде емес, бір бөлмеде тұрамыз біз. Бәріміз ас үйде шай ішіп, сол жерде ұйықтаймыз. Бірдеңе болса оқтауын ала жүгіреді. Кеше Шахназға ыдысты дұрыс жумадың деп айқайлап, ұзын шашын тақырлап алып тастады. Әкеңе шашыңа бет түсіп кетті деп айтасыңдар деді. Шашына тимеңіз деп араша болып едім. Маған сен әкеңе ұры деп айтамын деді. Ал негізі ұрлықты өзі жасатады. Күн ыстық болса да жеңізін киім кигізіп алып барады. Әр дүкенге кірген сайын шампуньды жеңіңе салып ал. Төс қалтаңа
Колбаса салып алып шық деп көп затты ұрлатады. Қарсылассаң үйге келген соң аямайды. Осы уақытқа дейін неге айтпадың? Біреуге айтсаң одан әрі қиналасың деді. Әр нәрседен ілік тауып Шахназ екеумізді күн сайын қорлайды. Мені енді ол үйге жібермеңізші, өтінемін әпке. Ақылия осылайша ұзақ ойланды. Шырайды сотқа беріп аналық құқығынан айырғысы келді. Алайда інісінің сөзіне өзі кәміл сенгенімен, оны құр сөзбен айтып ешкімге дәлелдей алмайтынын түсінді. Талай таңды көзбен атырып, бір-бірінің үйіне қонғанда сыр шертіскенін, айтқан сөздерін есіне түсірді. Сонда Шырай, ағаң мені қанша ұрып соқса да басқа ешкімге кете алмайды дегенді жиі айтатын. Басқаларға мойын бұрмасын деп, өзі күйеуіне өзі дуа жасататындар бар екені Ақылия бұрыннан естуші еді. Осы жағдай ойынан кетпей, басқа амалы қалмай бақсы балгердің есігін аралап кетті. Ойлағаны алдынан айдай келді. Бәрінің айтатыны бір жауап. Күйеуіңе жасаған дуаның қуаты күшті, біз қайтара алмаймыз. Енді Ақылияның бар ойы дуаның күшін жоятын адам табу. Әйтпесе бас айналған ағасы бұлардың сөзіне сенбей, қатынын жақтайтынын балгерлердің өзі айтты. Әркімнен сұрастырып жүріп, көрші ауылда сондай адам бар деп естіді де, дереу жолға шықты. Алдына кіріп еді, әлгі кісі болған жайдың бәрін өзі айтып берді. Тек бұл емес, ол сенің үйінің айналасына бір уыс тұз шашып, дуамен жолыңды жауып тастағысы келген. Сіздерге де тағы да орны толмастай қиянат жасауы мүмкін деп дуаның күшін қайтарғандай болды. Сапар жұмыстан келген соң Ақылия ықыласты етіп, ағасына бар шындықты айтуға келді. Ал Сапар әдеттегідей Шырайдың шыбын жанын шырқыратып, сабаудан ары аса алмады. Ажырасып кетейін десе кеш еді, арадағы баланы қимады. Оның не жазығы бар деп ойлап, таңдаудан қателескеніне бармағын шайнады. Онсыз да 3 баласы шешесі жоқ шын жетім еді. Енді тағы бір баласын тірі жетім еткісі жоқ. Ұлы ықылас енді Шыраймен бір шаңырақ астында тұра алмайтынын айтып, Ақылия әпкесінің үйіне көшіп барды. Айлар аунап, жылдар жылжып, болған жайттар біртіндеп ұмытыла бастағанда, Сапардың әкесі дүние салды. Жаназасын шығарар күні Шырай ғана қайынатасының қазасына қайғырып жылай алмады. Бәрін білгіш қатындардың арасында атасына о беріп өлтіргенде Шырайдың өз-ау деген пыш-пыш әңгіме тарады. Мұның да өтірік шынын ешкім дәлелдей алмады. Ақгүл ұзатылып кетті, ал Шахназ әлі сол өгей шешесінің қолында тұрады. Ықылас ер жетіп үйіне келін түсірді. Шырай оны да сыйғызбай, баласымен бірге Балзияның қолында тұруға жіберсе де, ағайын тостың алдында аяулы әже рөлін ойнаудан шаршамады.